Армысыз құрметті тыңдарман, жан құмар арнасына қош келдіңіз. Мұнда өмірде болған оқиғалар баяндалатын болады. Биыл көктемде күтпеген жерден Гүлзат әпкемнің күйеуімен ажырасқанын естіп, көңілсіз сапарға шықтым. Ондай оқиғадан соң әрине әпкем жалғызсырап, жүдеп қалғандай көрінді. Ет бауырым езіліп, оның қазіргі қам көңіл кейпін, мұң торлаған жүзін әлсін көз алдыма елестетемін. Жүрегім сыздап қоя береді. Қайран әпкем, көз жасын көлденең көк аттыға көрсеткісі келмей, оңашада сығымдап алып жүрау деймін. Оның қасында қазір біреуіміз қалайша сүйеніш болып жүруіміз керек, әйтпесе бір әке бір шешеден туған бауыр екендігіміздің құны көк тиын емес пе? Шындығында біздің әулетіміз бір беткей, сырт көзге болаттай берік көрінгенмен, іштей тез мүжілуге бейім, сыр бермей жүріп сынатын қасиетпен уызданған. Тіпті өзгені былай қойғанда, қарақан басымызға түскен қайғыны өзімізден де жасыратын қырсық мінезіміз бар. Әпкем өз жайында бізге тіс жарып хабарламапты. Егіліп отырып хатта жазбаған, көз жасын көл қылып үйге де қайтып келмеген. Үн-түнсіз іштей тынып қалған. Әйтсе де, мынау өкінішті жалғанның жұмбағында шек жоқ. Біздің осы қиындыққа төзімді тіс жармас тұйық мінезімізге орай қайғы қасірет атаулыға мүлде өш, қиын қыстау сәтте іркілмей қол ұшын созуға әзір ыстық жүрек нәзік көңіл сыйлапты. Әпкем жайында сол жатқан келген әлде біреуден ести сала, қанатымен су тасыған қарлығаштай алып ұшып келе жатқан түрі мынау. Шындап келгенде, дәл қазір оған мен қандай көмек бере аламын? Қолымнан не келеді? Нендей мақсатпен жолға шықтым, ол жағын әлі де ойламаппын. Әйтеуір кідірмей тез жетуім керек сияқты. Біз таң алдында мінген самолет 2 сағаттан соң Шы қаласының аэропортына қонуға бет алды. Стюардессаның үңін сұңқылдап, облыс орталығы болып саналатын бұл қаланың қашан қай ғасырда дүниеге келгенін, қалай өсіп өркендегенін, қанша халық тұратынын, қандай мәдени орындары бар екенін айта жөнелді. Бұдан біраз жыл бұрын Шы қаласында үлкен 7 завод бар екені, ірі өндіріс орталығы болып табылатындығы да мақтанышпен айтылушы еді. Неге екені, стюардесса бұл жолы олар жайында тіс жармады. Сыртта өкпек жел соғып тұр. Күн бұлтты. Жылы самолетпен шыққандікі ме, бойым тітіркеніп, тоңа бастағандай болдым. Етек жеңімді қымтана түсіп, қалаға жүретін автобустың аялдамасына қарай аяңдадым. Бұрындары аэропортта жезде мені өзі жеке меншік көлігімен күтіп алатын. Жарқылдап күліп көсіп, қуана қауышып жататынбыз. Бала мінезді, ақ көңіл, адал әрі жайдары жан сияқты еді ол. Туған ағамдай болып кетіп еді. Ойыма тағы да әпкем оралды. Жеңіл машинасы да, ондай жездесі де құрысын дедім іштей аялдамаға тақай бере. Бірдеме етіп өзім жетермін. Жол машинаға мінермін. Қиналармын, жол азабын тартармын, тек әйтеуір тезірек жетсем екен. Шы қаласының мойнын көкке созған 7 заводы ыстап тастағандай аспандағы ала жылба бұлттар лас кірғожалақ болып көрінеді. Ауа тартылып кеткендей, газ ба түтін бе бір нәрсе еңсеңді езіп, тынысыңды ауырлатады. Апам ылғи да, ниетің түзу болса сапарың оң болады деп отырушы еді. Сол айтқаны рас па деймін, автовокзалда тұп-тура Қызыл қалада жүретін автобусқа тап болдым. Әне міне дегенше, қала сыртындағы даңғыл жолға шығып алған көгілдір белдеулі автобус кең даланы көрген соң тынысы ашылғандай бауырын жазып жүйткей жөнелді. Қызыл қалада сонау бір қиян, сусыз шөлейт даладағы алақандай ғана ауыл. Жазда аптап ыстық, қыста қаһарлы суық болады ол. Әпкемдер институттан соң жолдамамен келіп еді. Біз шөлейт далаға ұзаған сайын көк жүзі ашылып, жуылған шыныдай мөлдіреп, күн көзі жарқырап көріне бастады. Жолдың ескі жағындағы көгірай шалғынның арасынан сан алуан құстар тынымсыз сайрап, кейде тіпті мотордың бір қалыпты гүлдіріндей естітпей жіберді. Не болды сендерге? Неге келсе алмайсыңдар деймін мен, әпкем мен жездеме ойша сауал қойып. Екеуің өте тату тұрушы едіңдер ғой.
Сүйіп қосылып едіңдер ғой. Неге үндемейсіңдер? Қандай жұмбақ сары бар сендерде? Естеріңде ме? Екеуің үйленген күн, ал менің есімде мәңгі ұмытылмастай жатталып қалған. Тойларың тамаша өтті ғой. Әпкем қандай сұлу еді сонда. Жезде, сен де жігіттің сұлтаны едің. Біз сені көруге ынтығып үйдің жанына келіп тоқтаған машинадан түскен бір топ жігіттерге ұяла қарағанымызда өзіңді солардың арасынан бірден танығанбыз. Сол сен екеніңді көңілімізбен сезгенбіз. Өйткені сен біртүрлі біздің үйдің адамына ұқсайтынсың. Енді міне, қалайша өзгеріп кеттіңдер. Тіпті сені алар емеспін. Өтірік болса екен, өтірік болып шықса екен. Кенет жүрегім лүпілдеп, қазір Қызылдалаға жеткенде бір қуанышқа кенелердей көңілім алабұртып кетті. Өйткені Жәкіш келетініңді неге айтпадың деп жездем алдымнан күлімдеп шыға келетіндей болды. Бірақ артынша мұның өзі жылай-жылай көз жасы таусылып, ішкі шерін бір сығып алған жанның елегезетін көңілі сияқты алдамшы, азғантай ғана үміт екенін ойлап, тұнжырап қаламын. Күн сәскеге көтерілгенде Қызылдаланың төбесі көрінді. Әне, анау төменде шашырап жатқан шағын ауылда менің әпкем тұрады. Ол қазір не істеп жүр екен? Қандай күйде екен? Ендігі өмірі жайында не ойлайды? Әпкем арасында да жүдеп қалыпты. Аққұба жүзінің ажары солғын тартып, көзінің алдын мұң күреукелеп, жанары боталап, үлкейе түскен. Жүріс тұрысында, мінез құлқында бір түрлі сабырлы салмақты күй пайда болыпты. Менің келгеніме қуанып құшақтап, бетімнен сүйіп амандасқан соң: «Апам жіберді ме?» деп сұрады мұңайып. «Жоқ, өзім келдім», дедім мен, сабыр сақтауға тырысып. Содан соң өз жайынан хабардар екенімді білсін деп: «Үйдегілер әлі естіген жоқ», деп қойдым. Әпкемнің шағын ғана 2 бөлмелі үйі мұнтаздай таза, кішкентай қуыздың қуыршақ ойнайтындай тап-тинақтай. Әр зат өз орнында, жалтырап тұр. Ол әпкемнің ұқыптылығынан ғана емес, бұл үйдегі заттарды шашып, бұлдырап ойнайтын баланың жоқтығынан да. Неге екенін қайдан білейін? Жездем екеуі бас қосқалы бір талай жыл өтсе де, әлі күнге нәрестелі болған емес. Ол үй ішінің жағдайын, менің институттағы сабағымды сұрай жүріп шай әзірледі. Мен қысқа ғана жауап қатып отырдым. Жездем жайында сұрағым келмесе де, біртүрлі батылым жетті. Ол енді бізге бөтен адам, тіпті жат болып кетуі мүмкін. Ал әпкемнің біртүрлі бұл үйде ешқандай өзгеріс болмағандай, баяғыдан бері тап осылай жалғыз тұрып келе жатқандай, сабырлы қалпын сақтап, ол туралы ештеңе айтпағаны қызық. Шай ішіліп болған соң сыртқа шығып, ауланың ішінде біраз ойланып отырдым. Есік алдындағы бақанға керулі жіпте жаюлы тұрған ер кісінің көйлегі, сәкінің астында жатқан ескі аяқ киім, темір қақпалы гараж, тіпті жаңбырлы күні түскен машинаның да іздері жездемді жиі еске салып қояды. Оның біржолата кетіп қалғанына біртүрлі сенгім келмеді. Адамдар қызыға осы. Қазір мынау көңілсіз үйдің бір кездегі иесі Досбол жездем аяқ астынан құбылып шыға келеді деп кім ойлаған. Өз ошағын, сүйіп қосылған жарын, бауыр басып қалған ауылы мен ауласын көзі қиып қалай тастап кетті екен. Ол осында жүргенде бәрі де басқаша еді. Шынын айту керек, жездем менің өзін туған інісіндей жақсы көреді. Бәрін алып келеді. Ол кетіп қалды, деді әпкем қасыма келіп мұңайып. Кінәл жандай жабырқап, төмен қарап отырды да. Сосын жанарын сонау алысқа биік шыңдарға көз тастатып көрініп, қосмолаға қадады. Жақында 1 жыл болады. 1 жыл. Жездемнің кеткеніне ме? Иә, деді ол өзі. Бұдан біраз жыл бұрын бастаған оқиға еді ғой, Жәкіш. Енді сен де жас бала емессің, түсінетін шығарсың. Біздің осы кезге дейін баламыз болмады. Енді болмайды да. Сол үшін осындай шешімге келдік. Ол қазір